Ассаламу алейкум, құрметті жамағат. Бүгін айтатын уағыз насихатымыздың тақырыбы турашылдық және шыншылдық жайында болмақ. Турашылдық сөз бен істің бір жерден шығуы, жалған айтып құтылып кету мүмкін болған жағдайда да өзінің ұстанымынан айнымауы. Аллах Тағала Құран-ы Кәримде Тәубе сүресінің 119 аятында былай деп бұйырады. Астағузу биллахи минаш шайтанир ражим. Я айюхаллазина аману тақуллаха куну ма'ас-садиқин. Яғни, ей иман келтіргендер, Алла Тағаладан қорқыңдар және әрдайым шыншылдармен бірге болыңдар, турашылдықты ұстаныңдар дейді. Аллахтың елшісінің жанында әрқашан серігі болып, досына айналған, ислам тарихында өзіндік ойы орын алған, бұл жалғанда жәннатпен сүйіншіленген 10 сахабаның біріншісі Абу Бакр Сиддиқ радиаллаху анху да ең жоғарғы мәртебе мен дәрежеге көтерген оның шыншылдығы мен адалдығы болатын. Бірде Абу Бакр Сиддиқ өзінің арқасына түйесіне мінгізіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды Меккеден Мәдинаға көшкен уақытында оны жолдағы көптеген ауыл аймақтағы кісілер сұрайды. Өйткені Меккеде пайғамбарымыздың басына 100 түйе тігіп, кімде-кім Мұхаммедті ұстап әкелсе немесе өлтіретін болса, ол кісіге 100 түйе сыйақы береміз деген көптеген жарнамалар жарияланған болатын. Сол сәтте өзінің түйесінің артындағы пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламмен көптеген ауылдардан өтіп бара жатқан кезде, ол бұрыннан өзі сауда-саттықпен керуенмен айналысқан, жолды жақсы білетін Абу Бакр Сиддиқ ауылдағы кісілер сұрайды: "Ей, Абу Бакр, мынау артындағы сенің кімің болады? Кім бұл кісі?" дейді. Өйткені олар жалпы Мұхаммед пайғамбарымызды естіген, бірақ танымайтын, түр әлпетін білмеуші еді. Сонда Абу Бакр Сиддиқ еш кідірместен, бұл арқамдағы кісі менің жол көрсетушім деп, басына қандай бір қиындық жағдай туып тұрса да, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламда жол көрсетушім деп, сол ауылдардан аман есен Меккеден Мәдинаға қоныс аударған болатын. Мінекейіңіз ислам тарихына қарап отырсақ, Абу Бакр Сиддиқтың басына қандай да бір қиындық келген уақыттың өзінде шынайы, шыншыл болуы, тура сөйлеуінің өзі бұл ислам дініміздің бұйрығы және де Алла Тағаланың жақсы көретін амалдарының бірі болып танылады. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам өзінің хадис шарифінде: "Әрдайым шындықты іздеңдер. Туралықта құрдымға кететіндеріңді білсеңдер де, сөзсіз онда сендер үшін азаттық бар." Яғни біздің басымызда, бұл өмірімізде ақиқатты айтып қойсақ, шын тураны айтып қойған жағдайда бұл нәрсе маған кері әсерін береді, немесе маған жамандығы тиіп кетуі мүмкін деген секілді қорқулардан біз ада болуымыз керек. Қандай болмасын жағдайда біз әрқашанда шындықты сөйлеуіміз керек. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам хадис шарифінде былай дейді: "Қолил хаққа уалау кана мурра." Ащы болса да шындықты сөйлеңдер дейді, шындықты айтыңдар дейді. Мінекейіңіз. Көріп отырғанымыздай, мұсылман бойындағы осындай жақсы, шынайы, тура жолды сілтеуші, ақиқатты айтушы мұсылманның бойындағы сипат бірден бірі болып, бұл шыншылдық болып танылады екен. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам өзінің тағы бір хадис шарифінде, имам Ахмадтан жеткізілген хадисте: "6 нәрсе орындауға кепілдік берсеңдер, мен де сендерге жәннатқа кіруге кепілдік беремін" дейді. Оның біріншісі, сөйлегенде шындықты айтыңдар дейді. Қашан біз сөйлейтін болсақ, әрқашан шындықты айтып сөйлейміз. Екіншісі, уәде берген жағдайларында уәделерінде тұрыңдар, уәделерінде орындаңдар дейді. Үшінші, аманатқа қиянат жасамаңдар. Төртінші, ұятты жерлерінде сырт көзден сақтаңдар. Бесінші, көздеріңді харамға жұмыңдар. Алтыншы, қолдарыңды харамнан аулақ ұстаңдар. Қолдарыңды харамнан аулақ ұстаудың мағынасы не? Бүгінгі таңда көптеген адамдар осы тапқан табыстарының адал ма, арам ба, оған еш мән беріп жатқан жоқ. Яғни жетімнің ақысын жеу, қызметкерлердің ақысын жеу, сол секілді арам жолдармен ақша табу, харам жолменен, бұл нәрсенің барлығы біздердің қолдарымыздан жасалатын харам істер болып танылғандықтан бұл нәрсені аулақ ұстауымыз қажет. Және Сахи Бұхари мен Муслимнен жеткізілген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: "Туралықтан айырылмаңдар. Туралық сендерді жақсылыққа, жақсылық жәннатқа жетелейді" дейді. Кісі әрдайым турашыл болып, оны іздесе, Алла әмірі мен шыншылдардың қатарына жатады. Өтіріктен сақ болыңдар. Өтірік адамды күнә тозаққа, жаһаннамға тастайды дейді. Кісі үнемі жалған сөйлеп, жалғанды іздесе, Алланың жарлығымен өтірікші кәззаптардың қатарына қосылады деп әмір етеді. Мінекейіңіз көріп отырғанымыздай, ислам дінінің өзінде өтірік айтуға және де жалған сөз сөйлеуге
ислам діні бойынша бұл үлкен тыйым салынған, яғни харам болып саналатын амалдардан болып танылады. Бүгінгі таңда жалғандық пен өтірік сөйлеу қоғамның бүкіл саласына тамыр жайып, адами құндылықтардың аяқ астына етілуіне тікелей себепкер болды. Қазақ атамда айтқан керемет мақал-мәтелдерінде былай дейді: тура айтсаң туғаныңа жақпайсың, қатты айтсаң қатыныңа жақпайсың дейді. Сол секілді шындық жоқ жерде сұмдық көп дейді. Біздің ата дәстүрімізде исламмен өте біте қайнасқан, ата бабаларымыз да ұрпақтарына шыншыл болуды, ақиқатты әрқашан сөйлеуді, адалдық жолмен жүруімізді, тапқан табыстарымыздың да таза, адал болуына өте көп үлестерін қосып кеткен. Жалған сөйлеу, өтірік айту мұсылмандық сипатқа мүлдем жат дүниелер. Құрметті көпшілік қауым, Алла Тағала баршамызды турашыл, шыншыл болуға жазсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Ва ахиру дa'вана анил хамдулиллахи rabbil alamin.